Әке, сен не жасап жатсың? Қызым, мен қыштан ыдыс жасап жатырмын. Бұл біздің ұлттық өнер. Бұл ыдыста тағамдар өте жақсы сақталады. Анасым, алақай, әке қыста ыдыс жасап жатыр. Иә, қызым, қыштан жасалған ыдыстарға тамақтар жақсы сақталады. Мен ол ыдысқа айран етамын. Жүре ғой, әкеңнің жасаған ыдыстары болса, алып келейік. Қызым, қарай ғой, әкеміз бізге қандай әдемі кесе жасап берді, иә? Енді біз осы кесені әдемілеп, сәндеп, неше түрлі оюлармен сәндейміз, жарай ма? Келе, сен маған көмектесесің ба? Келе ғой. Қызым, әкең жасаған ыдыстарға біз әдемілеп, сәндеп оюлар салдық. Бұл ою қошқар мүйіз деп аталады. Қошқар мүйіз қазақ халқының бүкіл тыныс тіршілігін көрсетіп тұратын ою. Қошқар мүйізді көп жерлерде арқар мүйіз, қошқар мүйіз деп атайды. Қошқар мүйіз 4 тармақтан құралып, ортасы айқыш тәрізді болып келеді.